Сәлем достар, бүгін хит болып жатқан осындай горшочек дайындайтын боламыз. Керемет болып шықты, бізге өте ұнады. Наны қытырлақ болады екен, балаларыма қатты ұнады. Ішіндегі фаршы қалауыңыз бойынша дайындасаңыз болады. Мен осылай асқабақ қосып етпенен жасадым. Керемет болып шықты. Содан сіздерге кеңес беремін. Дайындап көріңізден. Бірден менікі ұқсап шықты. Ешқандай бірақ болмай. Міне сорпасымен керемет дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ал кеттік, бастайық. Рецепт бойынша 500 грамм ұн, 200 грамм май, крошка жасаймыз. Сосын осы крошкаға сметана қосамыз, 200 граммдай, және 2 жұмыртқа. Нанын илеп, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Тұз және разрыхлитель рецепт бойынша жоқ. Қамырды тындырамыз. Сосын осылай бөліп, жайып, арғарата кесеге салып, начинкамызды саламыз. Мінеки менде 8 бөлікке бөлдім, өйткені 2 замес жасадым. Кесем кәдімгі кесе, кішкентай емес, үлкен емес, өзім шай ішіп жүрген кесеміз. Осыған жасайтын боламыз. Содан менде 8 бөлік болды. 7-еуін жасаймын, 8-ші жәнегі қақпағын жасауға қалдырдым. Солай решеттасаңыздар болады. Бір кесеге 4 қасық фарштан салдым. Осы бетіні жақсылап жабыстырып жабамыз. Өйткені бұл біздің тағамдың түбі жағы болады. Сорпасы ақпау үшін жақсылап осын жабамыз. Мінеки мен осылай жаптым. Енді бұны аударып, шығарып, жәнегі листқа қоямын. Осылай әдемі болды. Мінеки қызыма жасатып үйретіп жатырмын. Жаса, көр, үйрен деп. Мінеки қызым өзі жасап көреді. Өте оңай. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде маған лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Және осы видеомен достарыңызбен бөлсеңіздер болады. Осы фаршты тауықтың етімен жасауға болады. Сосын жасап көреміз. Мен өзім көрген рецепт бойынша ет пен картошка жасайды. Содан жаркоев горшочки деп айтады екен. Мен енді асқабақтың сезоны кетіп баратыр. Содан асқабақ жегіміз кеп, асқабақ қосқан болатымын. Керемет дәмді болады. Мен алдым қолыма. Қызыма көрсетіп жатырмын. Қорықпай осылай астын жабыстыр. Қалың болса ештеңе етпейді. Ол өйткені түбі болады. Мінекей. Қамыры өте керемет. Қалай бассаңыз да келеді қолыңызға. Міне. Ал енді мынау 8-ші бөлігін қақпақ жасауға қалдырдым деп айтқанмын. Осылай бөлдім. Бұл бір бөлікті 8-ге бөлдім. 7-еуіні әріненің қақпағын шетін жасаймын. 8-шін жаңа қақпағын ұстайтын
домалағын жасаймын ортасындағы. Сонда қамырым тең болды. Осындай 7 горшочек болып шықты. Ал енді жұмыртқаның кезегі келді. Сарысы мен ағын араластырып дайындап қойдым. Енді жақсылап жағамыз. Сосын духовкада рецепт бойынша 200 градус деп тұр, бірақ 200 градус мен духовкама көп сияқты. Содан 170-180 градуста 1 сағаттай пісу керек. Мен уақытты қарамаппын, бірақ духовканың отын рецепт бойынша 200-ге жасамай түсірдім. Содан осы горшочектарым керемет болып пісті. Міне духовкада тұр. Күйген жоқ. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Қазір біреуін кесіп, қақпағын ашып көрсететін боламын. Түбі жағында көрсетіп кетейін, қараңыздар, тесіліп, сорпасы ағып, неткен жоқ, бәрі керемет, күшті болып шықты. Дайындап көріңіздер. Көргендеріңізге көп рахмет. Тіркелу және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.